Сәлеметсіздер ме? Мен Шолпанқұл Бағым, нөмір 22 жалпы орта білім беретін мектебінің 8 сынып оқушысымын. Бұл бейнероликте мен өз отбасымдағы мамандықтар туралы және сол мамандықтардың менің болашағыма қалай әсер еткенін айтып бергім келеді. Бұл менің атам Шолпанқұл Опержан Диханалиұлы. Ол Меркі ауданының ауған соғысының ардагерлер одағының төрағасы болып қызмет істейді. Қазіргі таңда зейнеткер. Мен атамның еңбегімен жақынырақ танысып, оның ардагерлерге ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсетіп жүргенін көрдім. Атамның өмірлік тәжірибесі мен жауапкершілігі мен үшін үлкен үлгі. Бұл менің апам Шолпанқұлова Күміскүл. Ол қазір зейнеткер. Апам маған әрдайым ақыл-кеңесін айтып отырады. Ең жақсы адам. Бұл менің әпкем Шолпанқұлова Әлия. Ол Алматы қаласында балалар дәрігері болып жұмыс жасайды. Бұл мамандық үлкен төзімділік пен жүрек жылуын талап етеді. Әкем Шолпанқұлов Абла Ержанұлы Меркі аудандық санитариялық бақылау басқармасының бөлім басшысы болып жұмыс істейді. Әкемнің жауапты қызметінің куәсі болып, бұл саланың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Оның тәртіпке, ұқыптылыққа және білімге деген жауапкершілігі мені ерекше әсерлендірді. Оның еңбегі адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау. Анам Дарибаева Балжан Серікова мен оқитын мектепте медбике болып жұмыс жасайды. Анам оқушылардың денсаулығын бақылап, қажет кезде көмек көрсетеді. Мен оның жанында болып, күнделікті атқаратын міндеттерімен таныстым. Анам маған қан қысымын өлшеуді, алғашқы көмек көрсетудің жолдарын үйретті. Кей сәттерде мен де қолғабыс жасап, өзімді болашақ маман ретінде елестеттім. Мен де болашақта анам секілді дәрігер болғым келеді. Және мен анамның жұмысымен мақтанамын. Менің отбасымдағы әр мамандық адамға қызмет етудің үлгісі. Олардың барлығы қоғамның амандығы үшін еңбек етеді. Осындай жандардың ортасында өсіп келе жатқандықтан мен де болашақта медицина саласын таңдап адамдарға көмектескім келеді. Мен өз отбасыммен мақтанамын. Менің отбасымдағы мамандықтар менің болашағыма жол көрсеткен шамшырақ.